саламатсыздар ма ұстаздар, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін сіздермен осындай А4 парақтағы суретті плакат қылып шығару жолын көрсетемін. Ол үшін бізге proaktiv.ru сайты керек болады. Ең әуелі осы жасыл батырманы басып суретімізді таңдап аламыз. Суретті осылай шығарып береді. Қазір оларды қанша бөлшекке бөлу керек және де горизонтально, вертикально қалай жасау керектігін көрсетеді. Бізде осындай бет шығады. Осы жерден сіздер өздеріңізге керек вертикально немесе горизонтально таңдайсыздар. Одан кейін далее батырмасын басамыз. Осы жерде 6-лық фото шығару керек па, немесе 9-дық, немесе 3-дік. Қандай форматта фото керек, соны басып далее батырмасын басамыз. Увеличить изображение және сгладить изображение батырмасын басып, разрезать батырмасын басамыз. Міне суретіміз дайын болды. Оны жүктеп аламыз. Скачать батырмасын басамыз. Бізге жүктелді. Қазір сіздерге ашып көрсетейін. Мінекей біздің суретіміз осындай әр параққа бөлініп шығарылды. Осыны шығарып алып, үлкен плакат ретінде қолдана аласыздар. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазып кетіңіздер.